Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Құрметті әңгіме сүйер қауым. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қайтып келген қыз жаман. Әңгімемізді тыңдамас бұрын каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Қайтып келген қыз жаман. Осы тақырып жайында ұзақ ойландым. Неге олай деп. Жәмендеп өз ойымды сарапқа салдым да, бәрібір ойымды екіге бөлдім. Жаман болатыны қызды аялап өсірдің, бетіне қақпадың, сұрағанын әпердің, соншама жыл соның бақыты үшін өмір сүрдің. Төбе теңін таптау дегенде ұятты болып қайтып келіп отыр. Соншама жылғы еңбегің зая кеткеніме. Үйдің тіршілігіне араластырмадың, келін болғанда жасайды деп. Келін келді, қолым ұзарды дегендегі келіннің қолынан дым келмесе, қайбір ене жақтырсын. Қолының мүлдем қысқарғанын ызалана келінге ренішін танытады. Тірлік жасай алмай, енесінің сөзін көтере алмай қайтып келіп жатады. Оған қыз тәрбиелеп отырған ата-ана кінәлі болады. Қызын шектен тыс еркелеткенде ата-ана кінәлі болады. Мәлпештеп қызын ақ босаға аттандыруға жібергенде қызы ұятты болып келіп қайтып отырады. Өйткені пәктік ең сәтсіздікпен атанады. Оны бұзған жігіт емес, тәрбие берген ата-ана кінәлі болады. Бұл жерде қыз өзі барып жігітке мені тексерші, менімен болшы демейді. Жігіт өз нәпсісін тия алмай қызға тиіседі. Енесі сол әрекетін бетіне баса беріп, күйеуін екеуінің арасын аша бастайды. Содан екі қабат болған қызды кінәлап, екі қабат қылып баласын періштедей көріп, қызды төркінге жібереді. Егер ата-анаңды ойласаң, намысыңды қорғасаң, бұлай қарап ет болмас бедің. Бұл жерде ақ болып тұрмыс құрмаған қыз жаман. Мақұл, қызының ақ болып босаға аттады, қолы тіршілікке икемді, оқыған, бірақ неге қайтып келіп отыр? Бұл жерде сол қыздың үйдегілері, күйеуінің туыстары, үй іші кінәлі болуы мүмкін. Әрісінен ілік іздеп, жұрттың көзінше қатесін айтып, бетіне басып, одан қоймай ата-анасына жамандайды. Ешқандай қыз ата-анасына тіл тигізгенін қаламайды. Солай шыдамай қайтып келіп отырады. Бұл жерде қыз емес, қайын жұрты жаман болып шығады. Жалпы айтарым, қызды жар қылып алдың ба, қолында мәпештеп аялап өсір. Қыз сол кезде ғана құлпырады, сол кезде ғана гүлдене бастайды. Отағасы деген сөзге лайықты болу керек. Қазіргі заманда көп еркектер отағасы деген сөзге лайықты емес, себебі қызды ұрып соғып тепкілеп төркінге қайтарып жіберіп отырады. Нағыз отағасы деген сөз отбасын асырап жүрген, бала шағасын қамын жасап жүрген адамды отағасы дейді. Жалпы